Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Аружанмен бірге осындай керемет қазанда нан пісіріңіздер. Жылы суға 1 қасық ашытқы, шай қасық қантты салып, араластырып, бетін жауып 5 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей осылай болып көтеріледі. Електен өткізілген ұн, 1 шай қасық тұз, 25 грамм май және жаңағы көтерілген қоспамызды салып, қамыр иілейміз. Қамыр орташа тығыздықта қаттылау болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай 10-15 минут иілейміз. Толық рецепті видеоның астында описанияда жазылған. Сол бойынша жасап көрсеңіздер болады. Неге қамырымыз осындай керемет түйіршіктер жоқ, әдемі болып үйленуі керек? Бетін салафанмен жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қазанның қақпағын және қазанды қыздыруға қойып қоямыз. Қазанның қақпағын орташа отқа, ал қазанды үлкен отқа қойып қойдым. Шамамен 7-8 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. Жаңағы көтерілген қамырды алып, теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Осылай дөңгелек формаға келтіріп, нанның пішініне келтіретін боламыз. Орта жағын жаямыз, шетін кішкене қалдырамыз. Нанның ортасын шанышқымен немесе нан ұрғышпен ұрғылап шығып, шет жақтарын кішкене басамыз. Бұл уақытта жұмыртқаның ағы мен сарысын дайындап қоямыз, екіге бөліп, сонымен ағын астына қарай нанның астына жағып, қызып тұрған қазанның қақпағына жабыстырамыз. Осы уақытта абайлаңыздар қолдарыңызға, қақпақ өте ыстық болып тұрады. Осылай өзі жабысады, ал жұмыртқаның сарысын нанның бетіне жағамыз. Кунжут, мак сепсеңіздер болады, қалауларыңызға қарай. Қазанға тұз сеуіп қойдым, асты күйіп кетпеу үшін. Орташа отта 20 минуттай пісіріп аламыз. Неге осындай керемет нандарымыз дайын болып шықты, өте дәмді, пеште пісіргеннен әлде қайта дәмдірек, дәмі деген енді керемет ерекше болып шықты. Бір жасағаннан біз ыстық етіп жеп қойдық. Өте дәмді болды. Міндетті түрде осы рецептмен нан істеп көріңіздер, өте ерекше болып шығады. Ас болсын.